Сәлеметсіздер ме? 9 сынып оқушылары 3 тоқсан бойынша тжб тапсырмасы 2 нұсқа, 1 нұсқа каналымда бар және жаңа нұсқаларда шығатын болады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Бізде 2 нұсқада мынадай 5 есеп берілген екен. Бірінші есеп сол және оң бағандар арасындағы сәйкестікті орнатыңыздар дейді. Енді бізде 1 мен 2-ні сұрап тұр, иә? Сондықтан мен бірден жазайын. 480 градусты біз радиан түріне айналдыру үшін пи бөлінген 180 градусқа көбейтеміз. Сол кезде 480 мен 180-ді 60-ға қысқартатын болсақ, бөлшектің бөлімінде 3 қалады, ал алымында 8 қалады. Сонда 8 пи бөлінген 3. Демек, бірінші жауап ол В жауабымен сәйкес. Екінші, бізде радиан түрінде берілген 35 пи бөлінген 9. Осы жерде біз радианды градусқа айналдыру үшін 180 градус бөлінген пиға көбейтеміз. Пи мен пи қысқарады, 9 мен 180 қысқарады. Сол кезде мұнда бөлімінде 1, алымында 20 градус, 35-ті 20 градусқа көбейтсек 700 градусқа тең. Ол бізде Е жауабымен сәйкес деген сөз. Келесі екінші есеп. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Берілген жазып алайық алдымен. Котангенс альфа қосылған синус альфа бөлінген 1 қосылған косинус альфа. Котангенс альфа деп отырғанымыз ол косинус альфа бөлінген синус альфаға тең. Қосылған синус альфа бөлінген 1 қосылған косинус альфа. Бөлшектің бөлімін ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда 1 қосылған косинус альфадан береміз, ал мұнда синус альфадан береміз. Сонда бөлшектің бөлімінде синус альфа жақша ішінде 1 қосылған косинус альфа. Ал енді алыммен жұмыс жасайық. Косинусты 1-ге және косинусқа көбейтіп ашайық. Сонда косинус альфаны 1-ге көбейтсек косинус альфа қосылған косинус квадрат альфа болады және синус квадрат альфа болады. Енді осы жерде косинус квадрат альфа мен синус квадрат альфаның қосындысы ол 1-ге тең екені белгілі. Сондықтан біз мына жерде косинус альфа қосылған 1 деп жаза аламыз және бөлімінде синус альфа 1 қосылған косинус альфа. Бөлшектің бөліміндегі және алымындағы косинус альфа қосылған бірлер қысқарады. Сонда 1 бөлінген синус альфа деген жауабымыз шығады. Келесі үшінші есеп. Бұрышта анықтайтын радиус бір шеңбер нүктесінен өтеді. Яғни бізде К деген нүкте берілген. X-тің мәні 2-ден 1-ге тең және Y-тің мәні түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Енді осы жерден бізде айтады синус альфаны, косинус альфаны және тангенс альфа мәнін табыңыздар дейді. Енді осындай нүкте берілсе, сіздер бірден бірінші тұрғанды косинус альфаға теңестіресіздер. Ал екінші тұрған мәнді синус альфаға теңестіресіздер. Сонда синус альфаның мәні минус түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең, косинус альфаның мәні 2-ден 1-ге тең. Ал енді тангенс альфаны есептейтін болсақ, синус альфа бөлінген косинус альфаны табуымыз керек. Синус альфа бізде минус түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең, бөлінген косинус альфа ол 2-ден 1-ге тең. Енді бөлуді көбейтуге алмастырған кезде минус түбір асты 3 бөлінген 2 өзгерісте тұрады. Бөліміз көбейтуге айналады да 2-ден 1-дің алымен бөлімінің орнына ауысады. Сонда 2. Бөлшектің бөлімдегі 1-ді жазбай қояйық. Сол кезде 2 мен 2 қысқарады. Сонда минус түбір асты 3-ге тең тангенс альфамыз. Келесі төртінші есеп. Өрнекті ықшамдаңыз. Бізде мынадай өрнек берілген. Синус альфа 1 қосылған косинус альфа бөлімінде. Қосылған синус альфа бөлінген 1 минус косинус альфа. Көбейтілген синус 2 альфа. Бұл жерде синус 2 альфа деп отырғанымыз, мұнда жаза кетейін. Ол 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаны береді. Және мынау формула қазір бізге керек болады. Косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа ол бізде 1-ге тең екені белгілі. Енді бөлшектің бөлімін ортақ бөлімге келтіреміз. 1 минус косинус альфадан береміз, ал мұнда 1 плюс косинус альфадан береміз. Сол кезде бөлшектің бөлімі бізде 1 қосылған косинус альфа 1 минус косинус альфаға тең. Ал енді алымын қарайық. Синус альфаны 1-ге көбейтсек синус альфаға тең. Минус синус альфа көбейтілген косинус альфа қосылған синус альфа
қосылған синус альфа көбейтілген косинус альфа. Және көбейтілген синус 2 альфамыз бар. Осы жерде синус альфа көбейтілген косинус альфаларымыз жойылады. Бөлшектің бөлімі қысқаша көбейту формуласы бойынша 1 минус косинус квадрат альфа дейміз. Яғни жақшаны ашып жазған кезде, ал алымында 2 синус альфа қалады. Және мына жерде синус 2 альфа деген сол 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа дейік. Сол кезде қарайық, жоғарыдағы косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа тең 1 формуласы бойынша 1 минус косинус квадрат альфаны синус квадрат альфаға тең деп жаза аламын. Алымында 2 синус альфа бар, көбейтілген 2 синус альфа косинус альфа. Осы жерден синусты альфаларымыз қысқарады. Сонда бізде 4 косинус альфа деген жауабымыз шығады екен. Келесі 5-ші есеп. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Бұл жерде келтіру формуласын пайдаланамыз. Мен мына жерде берілген жазбай, бірден жазып кете салайын. Сол кезде қараңыздар. Синус пи минус альфада синус альфаға тең. Бізде келтіру формуласының кестесі бар. Соған қарасаңыздар да болады. Енді тангенс пи қосылған альфада ол тангенс альфаға тең, өзгермейді. Көбейтілген котангенс пи бөлінген 2 минус альфада ол тангенс альфаға өзгереді. Ал косинус пи бөлу 2 қосылған альфада ол минус синус альфаға өзгереді. Сол кезде тангенс альфаларымыз қысқарады, синус альфа мен синус альфа қысқарады, сонда минус 1 деген жауабымыз шығады екен. Осымен есептеріміз аяқталды. Каналға тіркеліңіздер, алда жаңа нұсқаларды шығатын болады.